Қайырлы күн көрермендерім, бүгін біздер қысқа сақтауға осындай огонектар жабатын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, сарымсақ, қызылбұрыш және де тұз қажет болады. Бірінші барлығын дәл видеодағыдай жасап аламыз. Енді бұны блендермен, болмаса етартқышпен өткізіп шығамыз осылай ұсақтап. Егер блендермен өткізетін болсаңыз, тереңдеу ыдысқа салғаныңыз жақсы, себебі шашырайтын болады барлығы. Міне барлығын осылай өткізіп шықтық. Енді жақсылап араластырамыз біркелкі етіп. Чеснокты теркадан өткізіп салып жібердік. Енді араластыруға ыңғайлы ыдысқа салып алып жатырмын. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Енді бұған татымына қарай тұз салатын боламыз. Егер сіздер көп көлемде жасайтын болсаңыздар, ашып кетпес үшін және де атылып кетпес үшін аспиринді отып салсаңыздар болады. 1 килограмм помидорға 1 килограмм аспиринді. Бұл жерде мен аз жасағаннан кейін ішіне аспирин салған жоқпын. Алдағы уақытта бірақ сондай да рецепт салатын болам. Сондықтан арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді бұны біздер холодильникке бір түнге қойып қойдық. Жақсылап араласып, тұзы барлығы сіңгеннен кейін осылай баклажкаларға құйып тастайтын боламыз. Баклажкамыз таза, бірнеше рет жуылған болуы керек. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Қыздар, рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.